Bir қалыпты түзу сызықты қозғалыс кезінде дененің жылдамдық модулі өзгермейтінін, ал оның қозғалысының траекториясы түзу сызық болатынын сендер білесіңдер. Енді жарыс машинасы мысалында жылдамдық модулі бойынша өзгеретін қозғалысты қарастырайық. Мұндай қозғалыс айнымалы қозғалыс деп аталады. Машина алдымен жылдамдық ала бастайды. Бұл жылдамдық модулінің артатынын білдіреді. Содан кейін машина бір шама уақыт бір қалыпты қозғалады. Жылдамдық модулі өзгермейді. Бөгет пайда болған кезде машина тоқтай бастайды. Яғни уақыттың өтуіне қарай жылдамдық модулі азаяды.